Бұл әйел некеден ештеңе алмай кетті, бірақ әлемдегі ең бай адамды тәрбиелеп шығарды. Өзінің 76 жасында ол подиумда жүруді жалғастыруда. Мэй Мас қарапайым қыздан әлемдегі ең бай адамның анасына айналды. Ол 15 жасында модельдік өнерді бастады. 21 жасында Оңтүстік Африка аруы сұлулық байқауының финалистісі болды, және 31 жасында қатыгез күйеуімен ажырасты. 3 баланы тамақтандыру үшін Мэй бірнеше жұмысты біріктірді. Толық емес жұмыс күнде кеңесші және модель ретінде жұмыс істеп, кейде бір уақытта 5 жұмысты қатар атқарған. Үлкен қиындықтарға қарамастан, ол ешқашан балаларының тәрбиесі мен білімін назардан тыс қалдырған емес. Араға жылдар салып, оның үлкен ұлы Илон Маск әлемдегі ең бай адам болды. Екінші ұлы табысты мейрамханалар желісін құрды, ал қызы әйгілі режиссер және продюсер болды. Біз міндетті түрде Мэйдің қиын жағдайына тап болмаймыз, бірақ біз оның өмірлік тәжірибесінен сабақ аламыз.